Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода осындай іші жұмсақ болатын шоколадты пряниктер дайындаймыз. Жұмыртқамызға қантымызды салып, сәл ерігенше араластырамыз. Үстіне жұмсақ майымызды, сары майымызды саламыз, не болмаса ерітіп алсаңыздар болады. Енді осының үстіне мына жерде разрыхитель какао үшеуін салып, массамыз толық жаңағы біркелкі болғанша араластырамыз. Осы қамырымызды холодильникке 30 минутқа қойып қоямыз. Холодильникте тұрғаннан кейін ол осылай ұстағанда кішкене қолға жабыспайды. Өздеріңіздің қалаған размерлеріңізде алып, домалақтап алып, осылай қантқа аунатып, қант ұнтағына аунатып аламыз да ыдысымызға қоя береміз. Дайын болған печеньелерімізді 180 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Піскеннен кейін бетінде осындай трещинкасы пайда болады. Жасалуы өте оңай, тез және қолжетімді заттардан жасалады.